Бәріне қайырлы таң. Бүгін 13-ші қаңтар. Сенбі күні жеңіс жұмыста. Екі бала сағат 8:30-да тұрып алды. Екеуіне омлет жасап бердім сүтпен. Енді қазір тамақтарын жеп алғаннан кейін далаға шығады. Далада бізде қар болып тұр. Сосын далаға шығып ойнайды, я? Мен білмеймін, қар жауа ма екен, жаумай ма екен. Мам, біттім. Молодец, ас болсын. Мам, сұртем. Балалар таңғасын ішіп болғаннан кейін осылай киіндірдім. Қалың курткаларын, дала суық, қар жатыр бізде. Содан кейін далаға шығардым. Біз екінші этажда тұрамыз, өздері шыға береді. Артынан мен де шықтым. Кіріп, шығып жүре берем мен. Терезеден қарап қоямын. Өздері екеуі ойнай береді. Мына жерде мынандай вареники жасаған кезде артылып қалған қамырлар қалады ғой. Пельменнен, мантыдан кішкене. Соның бәрін салафанға салып, холодильникке салып қойғанмын. Енді ол қамырлар тұрғаннан кейін, сол енді бекер қалмасын деп осылай бауырсақ қып қуырып жатырмын. Қазір балалар даладан кіргенде ыстықтай жеп алады. Мінекей осынша шықты. Тағы кішкене бар, соны ысырап болмайды. Аяғымден ағаққа қысып қалды. Сосын өзі сесіп кетті ғой. Сосын бір мазақтан кейін мазаққа аяқ киім. Сосын қайтадан кидің ба? Ой, Маля, не істеп жатсың? Ал, отыр. Ями. Бүгін 16 январь. Бізде осындай погода. Күн суық. Алимхан шанада тұрып алды. Үйге кетіп бара жатырмыз. Бүгін барасың ба? Бүгін өзіме осындай уходовый косметика алдым. Мынау увлажняющий крем кәдімгі против морщин деп әжімге қарсы. Мынау сулуасу деп оқылама, сондай умывалка отзывтарын оқып, сонымен осындайды алдырдым. Заказбен алдырдым. Мынау корейский, мынау жуатыны. Мынау осы Польшаның крем екен. 30, 40, 50, 60 жастағыларға болады дейді. Енді отзывтарды оқысам жақсы жазғанда. Сосын көрейін дедім. Көреміз қандай болады екен. Бір айда результат болады шығар. Міне сырды мынандай. Мынау пластмасс екен. Мынаның несі тюбигі кішкентай екен. Қанша миллиграмм деп тұр мына жерде? 50 миллиграмм деп тұр. Бүгін енді бетімді жуып көремін. Енді мына фирманы білем. Есі стеклянный ма? Стеклянный сияқты. Жоқ, пластмасс кажется. Мынау бет жуатын. Бұны басқа бір нелерін алып көргем. Гель для душа ма бірдеңесін. Енді мынау известный бренд қой. Сол енді көреміз қандай болады екен. Осы алған заттарым. Қар жауған күні осылай видео түсіріп алғанмын. Қарап отырсам, биыл өзі қыс күшті болды. Негізі қарда қалың жауды, күн де суық болды. Балалар әбден ойнады далада. Көп осындай видеоларым бар, соны естелік ретінде салып қояйын деді. Продукт алып болдық. Бір корзина и осындай кішкентай корзина болды. Ана жақта жұмыртқа тұр, такси күтіп тұрмыз.
Екі бала ойнап жатыр қарда. Қар деген аппақ тап-таза. Кеше түнде жауды. Күн суық болып тұр. Суық болғанда күн шығып тұр, бірақ күнде жылы көлеңкеде тұрса суық. Бүгін алып келген продуктадан осы кефир, мынандай нанның бір түрінен, мынандай макарондар, оливковое масло, мампар, курицаның приправасы, майонез, конфет, кола, лапша, май, мынандай неден алдым. Килька, мына біреу сардина, пищевая сода, мынандай сардинадан алдым. Одан кейін мынандай приправалар. Для фунчозы, печенье, чай, мынандай сметана, мына қырғызстанский. Кетчуп, мына ашытылау кішкене балалар жемесін деп. Сондайын алдық өзіміз жегенге. Мынау сүт, ванильный сахар, сыр, конфет, фунчоза, мынандай мармелад алдық балалар алам дегеннен, печенье, мынандай сосиски, йогурт, мынау мен сағыз жұмыста шайнағанға, мынандай не, чипсы, приманың колбасасын алдық мынандай, конфеты, лаваш алдым. Мына жақта творог, томат и нан. Мына жерде 3 килограммнан қант, күріш, мына жерде 5 килограмм бірінші сорт қана қапты, сонымен оны алдық. И мынандай маслозаводтың 5 литр майы. И мына жерде 20 жұмыртқа алдық, осындай. Қазір енді көкөністер мен хозяйственный заттарды көрсетемін. Көкөністерден картошка алдық мынандай, павлодарский. Кәуе, 2 гранат, пияз, мына жерде турецкий, көрейік деп төртеу ғана алдым. Сосын алма, сары алмадан кейін қызылша, сәбіз, одан кейін мынандай чеснок и жусай шығыпты. Жусайдан 3 пучок алдым. Осыларды алдым. Хоз товардан алғандарым осы. Мына жерде ұлтарақ алдым шаш бояғанға. Краска, аяқтың чөткілейтін, ылғи алып жүрген тряпкам, кір-сабын, мынау лампочка, для женской гигиены, мынау пенка для бритья, салфетка, мынандай мешочек салафанды ала салдым. Тез бітіп қалады үйде. Соны керек қой, ет анау мынау салғанға деп. Перчатка алдым, туалетный бумага, сол. И мынандай 4,5 килограммдық ушастый няня алдым. Сол ұлтарақты екемізге екеу, біреу жеңіске, біреу маған. Сол осы алған заттарымның барлығы 50 мың бірдеңе болды ғой. Жұмыртқаны отдельно ұмытып кетіппін, содан кейін бөлек есептеді, ол 1,5 теңге ма, сондай болды. 50 мың 571 теңге. Мынау жұмыртқаның чегі бөлек. Бұл 76 теңгеден 23 штук алдық. 1520 теңге болды. Бүгін Алиэкспресстен заттарым кепті. Қазір анпакинг жасаймын. Мінеки мынандай футболка мен шорты. Материалы мынандай. Трикотаж сияқты көктемде кигенге болады. Футболкасын қазір кие беруге болады. Садиктің іші жылы, мынау 120 размер деп тұр. Бірақ кішкене маламерка сияқты. Үлкен заказ бергенім дұрыс болыпты. Мына жерде 120 деп тұр. Неке осындай. Нормальный енді көреміз. Қалай болады екен. Осындай зат. Сонымен бұл видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар. Рахмет.